Бүгін 9-ы белгісіз әйел келіп, мені мына саусағымды қайырып кетті. Міне қызарып тұр. Саусағымды қайырып кетті. Мен мына жерге пекір болып жұмысқа кірген едім. Жала жапты келіп, өтірік сылтаулатып, шашы кесілген сары әйел. Сен миграцияға мен бек құрт жіберем, сөйт жіберем, сен кімсің деп нан сатып алатын кезде майда кір тиындарды беріп санатқызып қойды, мазақтады. Содан кейін мен сестас деймін, көздерін көкшігін үймелетемін, дұрыс болмай шықса деді, үндеген жоқпын. Оның алдында мені видеоға, фотоға түсіріп алып, кетіп қатты, айналып кеп нан бар ма, самса бар ма деді. Сосын иә дедім, сосын самса кішкентай болып шыққанға алмаймын деді. Духовкада піскен кейін духовка сияқты болып шығады. Содан кейін маған жала жауапқысы келіп, мені жаңағыдай подставить ету үшін әдейі ұрыс шығарып, жүр сен Түрбецкий роботыға апарам, 1 секундта сен құрт жібереді дейді маған. Түрбецкий роботы да қалпақ асқар, әпкесі Жғанар, өңкей нөкістің тумалары істейді ғой. Адам подставить етіп, адамдарды қанап, ақын жеп, туған қыздарын тартып алып, қыздығын сатпақшы болып, сол үшін олар мені подставить ету үшін әдейі келген. 79 жыл толған, ажырасып кеткен күйеуіміз Қасымға алиментті 5.250.000 теңгені төлетпеу үшін осындай шу шығарып жүрмін. Мені бүткіл жерден жұмыстан қудырады, осындай ізімді аңдып кеп видеоға түсіріп жібереді, осы ма, сол ма деп ар жаққа тексертеді. Олар иә десе келеді да ұрыс шығарады. Сөйтіп мына әйел ұрыс шығарды маған. Сөйтіп экспедицияға барайын десем, мына бастықтар рұқсат бермей отыр. Ол әйел айтады, маған қолымды қайырдым дейді. Мен оның қолын қайырған жоқпын, менде видео бәрі бар. Мен оны видеоға түсірдім, потому что маған оның түрі керек болды. Потому что ол мені басынды ғой. Сол үшін мен оның түрін түсіріп алу үшін шықтым. Өйткені ол мені бірінші кеп видеоға түсірді, түрімді түсірді, грязнисің кірсін деп әңгіме айтты. Мен ешқандай жерім кір емес, тап-таза жуылған киімдер. Енді бастықтардың өздері ақ форма бермесе мен не істейін? Сөйтіп маған солай дікең етіп кетті. Мені ұрдың, қолымды қайырдым деп қояды, өтірік жала жауап. 775 067 39 18 Иманбаева Жанар, мен сені соттатам, мен сені көзіңді құртам деп айтқан кеше. Кеше айтқан сөйтіп, кеше айтып, бүгін осындай адамын жіберіп отыр. Мен телефонда Galaxy арқылы тауып алған ба, или осы мені жұмысқа алған жұмысшылармен бірге ма олар, түсінбеймші. Бұлар да жұмысшы алмай отыр ғой. Сол әйел мен үстімде арыз жазатын болса, менде де дәлел бар. Міне, мен саусағымды қайырып кетті. Жалғыз басты ананың саусағын қайырды, жалғыз басты ананы қорлады. Міне, шара қолданыңыздар сол әйелге. Бүгін 9-шы июль күні сағат 1-ден 10 минут өткенде осындай жағдай орын алды. Өзінен өзі кеп тиісті. Списаний. Ұятың бар ма, Құдайдан қорқасың ба деп неше түрлі сөздер айтып кетті, өзінен өзі сандырақтап. Мен пісірген нандарым нормальный духовканың наны сияқты кәдімгі. Духовканың наны сияқты піседі. Бұл тандыр емес.